Моңғолдардың жорықтары Евразияның саяси картасын қалай өзгертті? Моңғолдардың ұлан-байтақ жерді жаулап алу себебі әскери өнерінің өте озық болуында. Шыңғыс хан өз әскерін көшпелілердің рулық қауымдық құрылымы негізінде құрды. Моңғол әскерінің негізгі түрі атты әскер болатын. Ол ауыр және жеңіл деп екіге бөлінді. Моңғолдар балаларын 3 жастан бастап атқа отырғызған. Бала 4-5 жасқа толғанда қолына алғашқы садағын ұстаған. Шыңғыс хан өз әскерінде барлау жүргізетін, көшіп қону бағытын және тұрақтайтын мекен-жайды белгілейтін бөлімдер құрды. Империя аумағында пошта бекеттері ұйымдастырылды. Ханның бұйрықтарын атшабарлар елдің түкпір-түкпіріне тез жеткізіп отырды. 13 ғасырдағы моңғолдардың шапқыншылығы Орталық Азия мұсылман мемлекеттерін қиратып, араб халифатының құлауына әкелген. 13 ғасырдың 70-80 жылдары моңғолдар Вьетнамға, Жапонияға және Бирмаға жорықтар жасады. Алайда бұл жорықтар сәтсіз аяқталды. Алтын Орда мен Елхандар мемлекеті тәуелсіз иеліктерге айналды. Кезінде ұлы хан Құбылайдан Иранды билеген Хулагу Илхан деген атақ алды. Сондықтан Иран Илхандар мемлекеті аталды. 1368 жылдары моңғолдар Қытай, Корея және Ираннан қуылды. Қазақстан аумағында Отырар, Сығанақ сияқты қалалар жермен жексен етіліп, суару жүйелері талқандалды. Осылайша Қазақстан аумағындағы отырықшы қалалық мәдениетке орны толмас зиян тигізді. 13 ғасырдың 70 жылдарынан бастап Қазақстан жері Шыңғыс хан ұрпақтары құрған 2 мемлекеттің құрамына кіреді. Соның бірі Шағатай ұлысының орнына пайда болған Шағатай мемлекеті. 14 ғасырдың ортасында оның орнына Моғолстан мемлекеті құрылды. Екіншісі Жошының ұлысы. Жошының баласы Бату құрған Алтын Орда мемлекеті еді. 1312 жылы Өзбек хан исламды Алтын Орданың мемлекеттік діні деп жариялады. Евразиядағы қарым-қатынастың дамуына моңғол үстемдігі ықпалын тигізді. Бату әскерінің Европаға жорық жасау қаупі төнген кезде Рим папасы 4-ші Иннокентий итальяндық Плано Карпини бастаған елшілікті Моңғол империясына жібереді. Елшілікке мағлұматтар жинап, христиан дініне кіруге уағыздау мақсаты қойылды. Елшілік мақсаты жүзеге аспайды. Плано Карпини күйік ханмен кездеседі. Француз королі 9-ші Людовиктің тапсыруымен 1253-1255 жылдары Моңғол империясына саяхатшы ретінде Рубрук жіберіледі. Рубрук Қарақорымдағы ұлы хан Мөңкемен кездеседі. Европалықтардың Моңғол империясымен дипломатиялық одақ жасағысы келген мақсаты орындалмады. Европаға еріп барған моңғол елшілері оларда моңғол билігін сөзсіз мойындауды талап етті. Моңғол шапқыншылығы қырып жоюмен қатар кейбір оң үрдістерге де ие болды. Сауда-саттық дамыды, мәдениет, халықаралық байланыстар жақсарды. Моңғол империясы шетелдік саяхатшылардың Европаға белгісіз азиялықтар жайында мәліметтер әкелуіне жағдай жасады. Моңғолдар көшпелі тайпаларды орталықтандырылған белгі арқылы біріктірді.